Мұхтар Мағауин үрген қарын 2. Тіл жанашыры. Енді артқа қарап тұрсам, осы мысық пен тышқан ойыннан өзімде жалға бастаппын. Кейбіреуге арыстанмен ойын көрінеді екен. Яғни, жеке басым үшін қатер. Әрине қорқам, бірақ дүрсілкінген арыстаннан емес, қажет болса айдаһарға айналамыз. Тым ұсақтап кеттім. Өзім болғанам ба деп. Және әуелгі қызығым басылып қалды. Ары домалаттың, бері домалаттың. Не шықты? Осыншама бықсықтың қажеті жоқ екен. Мен қолымда тұрып жатқан әдебиетші балам әуел басында айтқан. Сенің көңіл аударыңа татымайды, уақытыңды босқа шығындадың деп. Келісу қиын еді. Адамзаттың алыбы, әлем табынған ұлақын қандай да мадаққа лайық. Ал уақыт. Айналасы 10 шақты күннен ұтылғаным рас, бірақ бұл жазу емес, демалыс еді. Әрқилы шытырман арасындағы көңілді тыным. Яғни, сол беті атаусыз қалдырсаң да өкініші жоқ. Бірақ мен қалдыра алмадым. Өйткені, маған күлкі көрінгенмен, біздің аңқау адал жұртымыз үшін мейлінше зиянды, зәр-зардапты құбылыс болатын. Бұрнада әлде бір сөзімде Мұхтар Шаханов қазақ руханиятының өрісіндегі роковая опухоль, мерезді жара деп айтыппын. Таратып талдасақ 80 өтірік емес, осы кенеусіз хикаялардың астарында атқарылып жатқан шын шаруалар. Өзінің көрексіз өлеңдерімен жалпы жұрттың талғамын бұзу әншейін нәрсе. Түптеп келгенде Абайға, Әуезовке, Мұқағалиға көлеңке түсірмек жалалы балдыр батпақ сөздері де түк емес. Әркімдер қолпаштап, мадақтап жатқанымен Шахановты әлемнен озған ұлы ақын деп жариялаумен дүние өзгермейді. Шаласауат өлеңші, шалағай жазарман ұшпаққа шығып кетпейді. Өзі дүниеге келтірген Ырбибай мен Жырбигүлге мазақ болуы ертеңгі күн үлесінде. Бар кілтипан, бар пәлекет осы 1000 жылдық ұлы ақынның жалған, жасанды беделінің нәтижесінде. Қоғамдық өмірге кесел келтіріп жатқан келеңсіз істер. Соның ішінде жарияға шығып, жалпы жұрт құлай мақылдаған қазақ тілін қорғау ұрандары. Мен осыдан неше жыл бұрын баспасөз, теледидар, электронды ақпарат бетіне шыққан бір сұхбаттарымда арамдар бастап, ақмақтар мен аңқаулар қостаған, түптеп келінде қазақ халқының өмірлік мүддесіне қарсы реакциялық қозғалыс деп айғақтадым. Міне қараңыз. Кемі 140-150 ұлт қайраткері қол қойған петиция жарияланады. Республика президентінің атына, сонымен қатар премьер-министр, парламент құзырына, ойбай, тіліміз құрып бара жатыр, әйту керек, бүйту керек. Не шықты? Баяғы шартас. Тіпті Абайдың кезіндегі жаңғырығы да жоқ. Шаханов бастаған тіл жанашырлары сонымен қоя қойса жөн ғой, қоймайды. Екінші мәрте, 5-ші, 10-ші рет ештеңе өзгерген жоқ. Енді екі тарам байып туады. Бірінші, қазақ тілінің ахуалы мейлінше ауыр екен, бір жола құрып біту алдындаdır. Екінші, осыншама қиын жағдайда ана тілі мәселесін көтерген азаматтар қандай керемет. Елдің қамқоры, ұлттың тұлғасы. Әрине, ең үлкен қамқор, ең ұлы тұлға осы құрайқай ұранының басында жүрген Мұхтар Шаханов болып шығады. Шахановтың онсыз да аспандап тұрған атақ-даңқы енді ғарышқа жетеді. Әрбір осындай жолдама шыққан сайын баспасөз бетіне әлде бір азусыз жиында ең бастысы әрбір отбасының тұйық кухнясында қаншама әуелде сүйенішті, таңырқаулы, содан соң ызалы, ақыры күбір-сыбырға ұласқан әңгіме кеңес өтеді. Иә, алыптарыңыз бастап, жалпы жұртыңыз қостап, қаншама дабыра көтерілді. Алайда айттық, өзгерген ештеңе жоқ. Біздің тұрғыдан қарағанда, шындығында барлық жұрттың назары басқа жаққа аударылған. Жаппай жапырлаған 2-3 күн, асса 4-5 күн ішінде қазақ елінің болашақ тағдырына тікелей қатысты. Жай ғана емес, құрдымға қарай тартатын үлген өзгерістер жүзеге асып, бекіп, қағазданып кетті. Сіз тіліңіз салақтап, абалақтап жүрген 2-3 тәулік ішінде Қазақстан кеден одағына қосылып тынды. Келесі кезекте Еуразиялық одақ. Тағы бірде біз білмеген, сезбеген тағы бір сұмдықтар. Тым құрығанда тарыққан тынысы тарылған жалпы жұртты алдарқату. Кездейсоқ жағдай емес, бәрі де алдын ала
ойластырылған арнайы операция. Тіл жанашырларына ойбай аттан көтеріңдер деген нұсқау берілді. 149 қайраткердің басына емес 5-6-ауына. 5-6-ау болмаса жалғыз Шахановтың өзі жетіп жатыр. Әрине, кейде іс біткен соң ертегіне бүрсігіні келер аптада ойбай біз қарсымыз деп үн көтерген жағдаяттар бар. Яғни тіл ұраншылары тағы да биіктен көрінді. Енді ешкімде манағы 149-ды кінәламайды. Керісінде сол арандату ұранын көтерген ұлы ақын, ұлт батырының атақ абыройы көтеріле түспек. Қазақтың тілін қорғап жүр, әрі өкіметке қарсы күрескер. Біздің жұрттың саяси әлеуметтік таным өрісінің деңгейі осындай. Кезінде бұл туралы айтқанбыз, жазғанбыз. Тіл ұраны құр айқай емес, өкімет пен партия ұйымдастырған сатқындық саясаттың бір тармағы ғана деп. Нешінші мәрте қайталайық, қазаққа қарсы қылмыстық шараларды көлденең айқай астында өткізіп жіберу амал ғана деп. Кім ұғыпты, кім тыңдапты. Абай атам айтқандай, қайран ел осыменен жүр далақтап. Тағы да жазғанбыз. Қазақ тілінің жағдайы өте жақсы деп. Егер президенттің, үкіметтің, парламенттің біздің тілімізде сөйлемесе, бүгінгі үкімет қазаққа жат болғаны. Бұдан ана тіліңнің нәрі кеміп кетпейді. Үлкен әдебиеті бар, қаншама баспа сөзі бар, ең бастысы неше миллион халқы бар. Яғни бүгінгі анти-қазақ үкімет кешегі советтер билігі сияқты тырапай асқан кезде бәрі де табиғи қалпына түседі деп. Шыншыл, әрі адал, жағлақорлық. Ұлттың ұлы тұлғасы Шаханов туралы әңгіменің түбіне жету қиын. Қиын емес, абыройсыз іс. Әуленің шалғайына жармасқан есепті. Біз бұл жағынан именіп отырғанымыз жоқ, онсыз да өкшеміз болғанды. Енді бір жола құрғымға батпайық дейміз. Соңғы бірер жылда баспасөзде арнайы сұхбатта Шаханов КГБ-ның агенті болған дейтін әңгіме көтерілді. Әрине, ешкімнің қолында түпнұсқа құжат жоқ, бәрі де теріске сайды. Біз де нақтылай алмаймыз. Әйткенмен Шаханов есіміне қатысты таңғаларлық төтенше жағдаяттар көп. Мәселен, анау бір заман тұсында, совет тұсында қазақтағы қаншама алпауыт ақыннан асып түсіп, бүкіл одақтық комсомол сыйлығына жетуі. Оны аз десеңіз, орысша екі ауыз сөздің басын құрай алмайтын бүгежек жағдайына қарамастан, өзіне жан теңгермес Евтушенкомен жалғастығы. Беріде атағы зор Олжастың сайлауға екі қайтара түсіп, қолы әрең жеткен зор мәртебе СССР жоғары советінің депутаты болып оп-оңай сайлануы. Бері дегенде үкімет пен партияның айрықша қамқорлығының нәтижесі демеске болмайды. Бұл ерекше талай озғын тағдырдың астары мен қойнауы уақыты келгенде ашылар, ашылмас. Біз көзбен көріп нақты түйсінген жалпы жұртқа белгілі жағдаяттарды ғана шетке шығардық. Енді осы орайдағы ең соңғы хикая Серікжан Біләш оқиғасы. Шахаң бастаған 17 қайраткердің ресми хаты. Шахаң бастаған деп отырмыз. Болды, бітті. Қалған жұртыңыз от қайдаса да, су қайда салса да риза. Қуанышпен келсет. Бұл жолғы тіл ұранынан тысқары жолдаманың сүрені бөлек. Көзсіз батыр Шахаңның соңын ала, сабындап жуылмаған майлы майсыз бармақтарын басқан 16 сабаздың осалы жоқ. Әрқайсысы да қой бастар серке. Әрине, ең басты теке, кешіріңіз, тұлға Шаханов. Ұлттың ұлы батырмен бірге жардаңғылаған жанның арманы не? Және әдепкі хат емес, тарихта қалатын ерекше мәлімдеме. Нақтылап айтсақтан осы. Қазақтың бай тілінде бұл сөз жоқ. Өйткені әлде бір кісіні жазба түртте сырттан қаралап, ауыр жаза талап ету, немесе көзін бір жола құрту ұғымында қазақ ескілігінде болмаған. Біздің жұртта совет заманы 20-шы жылдардан бастап 1937-38 жылдарда айрықша өріс тапқан сұмдық. Бұл арада Қытайда қазақ қауымының азаматтық құқығын қорғаушы Серікжан Біләштің кім екенін, әлеуметтік қызметінің мән мағынасын атап жазудың қажеті жоқ. Орта сауатты жұрттың өзіне түсінікті жағдай. Кез келген өкімет, қоғамдық ұйымдар, сырт ел, әлде бір жұрттағы адам құқығын қорғап мәлімдеме жасап жатады. Мәселен, осыдан 2-3 жыл бұрын Мьянма елінде рохинджа мұсылмандарының ауыр жағдайы туралы. Бұл бүкіл дүниежүзілік науқанға Қазақстан өкіметі де үн қосты. Жөн-ақ.
Алайда өз қандасымыз Қытайда қазақтың қысталаң жағдайы төңірегінде мәселе көтеруге болмайды екен. Бұл тараптағы сөзімізді созбайық. Тек егемен саналатын мемлекетіміз бетімен жіберген істі Серікжан Біләштің қолға алғанын ғана еске саламыз. Біздің орыс пен Қытайдан райын бағып қалтырап отырған өз ұлтына жау сатынсақ билік тұрғысынан қарағанда нағыз бас бұзарлық екен. Алайда дәп осылай санағанның өзінде ұлт қайраткері, тіл жанашары азаматтарымыздың осыншама жалақор болған ішке үлес қосуы, нақтылап айтқанда үлес емес бастама жасауының қаншалық қисыны бар еді, бар екен. Өйткені арандаушы топты бұл жолы да адамзаттың алыбы Шаханов бастап отыр. Баяғы компартияның дана басшылығы сияқты тура батпаққа бастар сара жол. Міне, Шахановшылардың әйгілі мәлімдемесінің іріктеп терілген түйінді тұсы. Еліміздің тыныштығын бүлдіріп, Қытайда қандастарымыздың жолын жабуды көздеп отырған арнайы күштер бар. Сондай қоғамдық ұйымның бірі Атажұрт еріктілері. Ал мұндай дау-дамайдан мемлекетіміз жүргізіп отырған көші-қон саясатына кері әсер етуі күмәнсіз. Пәлі. Қытайдың қазақ мүддесін қорғаған Атажұрт еріктілері, оның жетекшісі Серікжан Біләш мүлде керісінше арғы қазаққа зиянды, бергі қазаққа қайшы әрекет жасап отыр екен. Сондықтан да бұл мәселемен құзырлы орындар айналысып, елімізде әрекет етіп отырған жат ниетті топтарға тосқауыл қоюға тиіс. Керемет. Басқа да шаруамыз жоқ. Ата қазаққа жұт болып келген 1929-1937 жылдардың қайта көтерілген өміршең елесі. Яғни, мұндай халық жауларын КГБ, кешіріңіз, бұрнағы КГБ емес, өзіміздің туысқан КМБ, полиция департаменті және сот пен прокуратура тікелей қамқорлыққа алу шарт. Ақыры дәп осылай болып шықты. Шаханның және оның соңынан ерген тағы 16 қайраткердің ескіше айтқанда көрсетуі тікелей данос, былғаныш, жалақор шағымы бойынша аталмыш құзырлы орындар мәселе белсене айналысып нақты іске кірісті. Міне, 4 айдан асыпты. Серікжан Біләш үй қамағы деген пердемен кәдімгі қатал тергеу астында отыр. Ақыры не болады? Бұл өз алдындағы мәселе. Ең кереметі советтік жалақор науқанның қайта тірілуі. Яғни, күнделікті өмірде қайталануы ықтимал, тіпті заң түрде қатарға қосылуы мүмкін. Жиіркенішті ахуал. Осы Шахан бастаған 17 қырағының төтенше мәлімдемесі көп. Жұртқа тым тосын емес, ақылға сыймас жағдаят болып көрінді. Тағы да, ұлы ақынымыздың мұнысы қалай? Жоқ, мүмкін емес, ол емес, әлдекімдер алдап түсірген. Ең бастысы, ең қатқыл коммент, ұлы ақынымыз қартайып алжи бастаған сияқты. Тіксініп шошынбаған, таң қалмай табиғи кейпінде қабылдаған жалғыз біз ғана шығармыз. Қытай қазақтарының тілімен айтқанда Шаханның 10 орамына келмейтін әлгі Мағауин деген біреу. Білгір ақылман сәуегей туысымыздан емес, бұдан 15-17 жыл бұрын бастан өткерген әдепкі жағдаят болғандықтан біздің үстімізден де дәп осындай данос түскен. 17 қайраткер емес, 26 комиссар, 15 академик, тағы қаншама тіл жанашыры, ұлт қамқоры, ақын, әнші, сазгер, тарихшы, еңбек ардагері, жиын саны әлде бірер жүз, әлде бірнеше жүз пәленбей қарындама жазылыпты. Таққан айыбы тым әріден басталады. Ауырғана емес, адам шошылық. Баяғы жапон шпионы далада қалды. Нақтылап айтқанда Мұхтар Мағауин Шыңғысханды көтермелеу арқылы мемлекеттік төңкеріс жасап, бүгінгі егемен заңды өкіметіміз бізге осы тәуелсіздікті өз қолымен алып берген легитимді президентімізді орнынан тайдырып, жаңа бір саяси әлеуметтік құрылым жоқ, күні өткен халифат емес, хандық өкімет орнатпақ екен. Осыған орай билік басына баяғы Шыңғысхан ұрпақтарының бірін отырғызбақ. Күлесіз, мен де күлдім. Алайда сөз зардабы тиіп жатқан бүгінгі төрелер әулетінің зәре-құты қалай ұшқанын көрсеңіз, Шыңғысханды ақтамасын, мені қорғамасын, өздеріне жабылған қияли қисынсыз жалаға орай заң жүзінде қарсылық білдіру, жойдасыз жалақорды сотқа тарту тұрыпты. Бір ауыз қарымта уәж келтіруге жарамады. Сонда ыза болсам да, бүгінгі рулы ел атал жұрттан түңіліп айтқаным бар. Жайдақ жауырға мінген шала сауат Шаханов шолақ қамшымен бүткіл төрелер әулетінің тышқанның ініне қуып тықты деп. Ал бізді ешкім де имендіре алмайтын еді.
Әлекем дем берген, ахаң рух салып, жақаң ту ұстап, Сұлтан Махмұт пен Мағжан ұран көтерген заманда ғұмыр кешкен әкелерім мен ағаларым бұдан зорғы құқайдан ықпаған. Ақыры бәрі де қазаға ұшырады. Ал менің басым домаланып, сүйегім қурап қалмауға тиіс. Ірілігімнен емес, заманның басқаша кебінен. Ақыры төңірегімнен түгел түңіліп, ұлттың ұран жаршысы болған жұлдыз журналын Құдайға тапсырып, туған топырақтан алыстап жұртастым. Ұлы Қаған, Шыңғыс бабамды әйгілеу, қазақ тарихын қалпына келтіру тарабындағы ауыр әрі абыройлы жұмысымыз одан әрі жалғаса берді. Ендігі кезек елден кеткені емес, елге келген Серікжан бауырыма жетіпті. Бұл тараптағы лепесіміз осымен бітпес. Тек шахаңның қырағы жандай шаптығына қатысты еріксіз сыз берді. Өткенді қайта көтеріп, кезінде айтылмай қалған іркіс-тіркіс біраз кепті қатарға қосуға мәжбүр болыппыз. Біз қанша заман бойы қайран қалып келдік, және әлденеше мәрте ашып жаздық. Бұл шахаң не айтса да, не істесе де халқы құба-құп екен. Ұлы ақын, ұлттың тұлғасы қай жерде де, қандай сорақының шетін шығарса да, кім туралы қаншама парықсыз, тіпті жалалы болғаныш сөз айтса да, соныкі жөн. Айрықша шектен шығып кеткенде, ұлы ақынымыздың мұнысы қалай деген жасқаншақ бір ауыз сөзбен шектеледі. Көбіне олай емес, олай айтқан жоқ деп қорғап жатады. Ең аяғы, 1000 жылдық қазақ әдебиетін теріске шығарған Абай мен Әуезовтен бастап түгел сөккен сауатсыз, түйсіксіз лепесінің өзі зиялы қауым тарабынан айтарлықтай реніш тудырмады. Асып кеткенде ұлы ақынымыздың бұл сөзі артықтау болып деп жалтақтаумен тыныпты. 1000 жылдық қазақ әдебиетінің аспанында Шаханов бірінші ғана емес, жападан жалғыз нұрланып тұруы шарт сияқты. Енді міне, бағзыдан қалыптасқан, бірақ жалпы жұрт мән бермеген жалақорлық қажеті жаппай жарияға жетті. Алаш азаматының үстінен тікелей донос, жауапқа тарту керек, түрмеге тығу керек. Соның өзінде ешкім ашып айтып, айыптап отырған жоқ. Небәрі ұлы ақынымызға не болған? Айттық. Біз бастан өткерген соңғы 20 жылда кеңінен қолданылып келген жалақорлық ғадет. Біз енді ғана шет жағасын аңдып отырмыз. Бұл соңғы қарызнама қалай аяқталса да шахаңа шаң жуытпайды. Күні ертең ойнақтап шыға бермек. Яғни бұдан бұрынғы, осы жолғы алдыңғы, кейінгі барлық сөзіміз бос далбаса. Шахаң, қазағың тұрыпты, адамзат тарихындағы алып тұлға. Ол ұлы ақын, теңдесі жоқ қайраткер, 1000 жылда бір туатын ерекше тұлға. Дәп осы арада ойланып қалдық. Арғы бет, бергі жағы бар. Қазақтың ұранына айналған осы бір сөз, ақиқат, шындық тәрізді. Шынында 1000 жылды білмеймін, осы өзіміз өткерген соңғы 40-50 жылда біз ғана емес, жер әлемінде осы шахаң сияқты ерекше жан болды ма-екен? Болмапты. Өткенді қайталап айтсақ, не ақыл жоқ, не білім жоқ, не түйсік жағы, және тағы бірдеңкесі жоқ. Шалағай өлеңші, дөмбілес саясаткер, жұрт алдында 2 ауыз сөздің басын құрай алмайтын ыбылжыған бөзөкпе. Сөйте тұра, ұлттың ұлы тұлғасы, адамзаттың алыбы, қазақтың қорғаны, жалпы жұрттың мақтанышы. Болдық. Ендігі сөзде мән жоқ. Бұрнағы бар лепесіміз текке кетіпті. Әйтеуір бір алданыш, шаханнама, жаһаннама хикаясы осымен бір жола тамам. Тыным таппасақ та әжептеуір жеңілдеп қалдық. Баяғы ақкөңіл қазақ ымға түсінбеген дымға түсінбейді деген бұрнағы ғаламат ғұмыр баян бәрінде айқындап берсек те керек еді. Жалпы жұртымыз, оның ішінде әсіресе шахаңның жақын төңірегіндегі қисапсыз мадақ ретінде қабыл алыпты. Енді амал жоқ. Тағы да біраз малшылап, бұл жолы ымсыз, ашық айтуға тура келген. Осыдан бір әлде 2 жыл бойы шетін шығарып қалған шаханнаманың түйіндемей болмапты. Міне, бар қоқыстан құтылдық. Алда бұдан көрі мәндірек басқа бір жазулар тұр. 19.07.2019 жыл, Күмісбұлақ кенті, ақш.